Альфонс Доде 1840 жылы дүниеге келген француз жазушысы және драматургы. Оңтүстік аймақтардың өмірі жайындағы жарқын, көбінесе күлкілі әңгімелерімен танымал. Жазушының шығармашылығында екі негізгі бағыт – мысқыл мен натуралистік ерекшеленеді. Бірінші бағытқа «Письма с моей мельницы», сондай-ақ Доденің ең атақты шығармасы «Тартарен из Тараскона» роман трилогиясы жатады. Бұл шығарма саяси сатира болып шықты. Онда Альфонс өркениетті елге француздар әкелді деген болжамды келемеш етеді. Басты кейіпкер Тартарен есімді ойдан шығарылған кейіпкер болды. Ол шағын қаланың өзімшіл, зердесі және ақкөңіл тұрғындарының бәрінен асып түседі. Бұл екі шығарма жазушыға даңқ пен көлемді қаржы әкелді. Екінші топты кейіпкерлерінің автор нақты адамдардан көшіріп алған көлемді романдар құрайды. Фрамон младший и Рислер старший романы Париждің жұмысшы орамының өмірінің сипаттайды. Сафо романының кейіпкері өмірінің өзгертуге ұмтылған күнәкар келіншек туралы. Басқа шығармалары Джек, Набоб и Короли в изгнании романдары реалистік бағыттағы дүниелер. Альфонс Доде сонымен қатар бірқатар пьесалар мен бірнеше әдеби естеліктер кітаптарының авторы. Соңғы кездері Доде психоанализге қызығушылық танытты. Бұл оның кейінгі шығармаларында көрініс тапты. Доденің шығармалары жоғары көркемдік қасиеттерге ие болды. Бұл оны 19 ғасырдың аяғындағы Францияның ең көрнекті жазушыларының алғашқы бестігіне енгізуге мүмкіндік берді.